Жұбайлар шаттығы. Мұхаммед Ахмад Канған. Жүктілік және босану. Жүктіліктен сақтану. Жүктілікті тоқтату жолдары. Жүктіліктен сақтанудың мақсаты. Жүктілікті тоқтатуға қатысты үкімдер. Халқының көпшілігі жоқшылықта өмір сүріп жатқан елдерде жүктіліктен сақтану ісі өзекті мәселеге айналғаны рас. Сондықтан бұл тақырыпқа кеңінен тоқтала кеткен жөн. Жүктіліктен сақтану жолдары. Жүктіліктен медициналық та, медициналық емес те жолдармен сақтануға болады. Дәрігер ғалымдар оларды мына үш топқа бөліп қарастырады. Бірінші, әйелдерге тән сақтану тәсілдері, екінші, еркектерге тән сақтану тәсілдері, үшінші, екеуіне де тән сақтану тәсілдері. Әйелдерге тән сақтану тәсілдері. Әйелдер дәрігердің көмегімен ғана жүктіліктен сақтана алады. Ол үшін медицинада мынадай тәсілдер бар. Жүктілікке қарсы түймедақтарды, яғни таблеткалар қолдану, бұл әйелдер арасында ең көп тараған тәсіл. Әйелдерге арналған күйік қолдану. Әйел қосылудан бұрын осыны қынабына салып алады. Келесі, спираль. Бұл жатырға орнатылатын арнайы медициналық зат. Спиральдің ұрық және тұқымшалардың кездесуіне бөгет жасап, мүлдем ұрықтануды болдырмайтын және ұрықтанған тұқымшалардың жатырдың шырышты қабығына жабысуына бөгет болып, сыртқа шығарып жіберетін түрлері бар. Байлау. Бұл тәсіл бойынша әйелдің ұрық шығаратын безінің жатырмен жалғасатын түтіктері трубкалары байланады. Бұл еркек пен әйел ұрықтарының кездесуі мен тұқымның жатырға жетуіне бөгет болады. Бірақ бұл тәсілдің ақыры көп жағдайда әйелде бедеулікке ұрындырады. Еркекке тән сақтану тәсілдері. Күйік. Бұл еркектің жыныс мүшесіне күйік күйі. Күйік ұрықтың әйелдің жатырына кіруіне бөгет жасайды. Байлау. Бұл еркектің мүшесіне ұрық келетін тамырдан байлап қою әдісі. Ондай әдіс пішуге жататындықтан кейіннен еркек бала таптыруға жарамсыз болып қалады. Пішу деп еркектің аталық безінің сылынып ақта болуын айтады. Бұл келешекте балалы болуды қаламауды түбегейлі шешкен еркекке жасалатын кіші операциялық әдіс. Екеуіне де ортақ тәсіл, физиологиялық қалыпты жағдай. Аталмыш тәсілдердің нәтижесі ерлі-зайыптының іске жете мән беріп қадағалауына тығыз байланысты. Сондықтан мұндай тәсілді еркек пен әйелге ортақ тәсіл деп атадық. Себебі төсек қатынасы тек қана белгілі күндері әйелдің етекірі кетіп, тазарған кезінде немесе етекірі келер алдында жасалса, еркек пен әйелдің ұрықтары кездеспейді, ұрықтану болмайды. Себебі дәрігер ғалымдардың зерттеу нәтижелері бойынша балиғат жасынан етекірі тоқтайтын жасқа дейін әйелдің аналық безі айына бір-ақ рет ұрық сперма шығарады. Ол ұрықтың жарамдылығы 48 сағаттан аспайды. Бірақ әйел жатырына түссе 48 сағаттан астам уақыт бойына ұрықтануға жарамды. Міне осы кезде әйелдің тұқымы еркектің ұрығымен кездессе, әйелдің бойына бала бітеді. Ал олай болмаған жағдайда әйелдің бөлінетін өзге төсектіктармен бірге сыртқа шығып кетеді. Ұрық етекір мерзімінен шамамен 2 апта бұрын бөлінеді. Алайда әйелдегі етекір мерзімі әртүрлі болуына байланысты ұрықтың жетіліп пісуі де әртүрлі болады. Сондықтан ұрықтануға қолайлы уақытты белгілеп айту қиын. Дегенмен гинеколог дәрігерлер әрбір әйелдің етекір мерзімін есептеп, ұрықтануға қолайлы күндерді анықтай алады. Міне осы мезгілде ерлі-зайыптылар арасында төсек қатынасы болмаса, әйел өз бойына бала бітпейтіндігіне сенуіне болады. Жүктіліктен сақтану мақсаты. Жоғарыда айтып өткен тәсілдердің барлығы жүктіліктен сақтандырады. Олардың әрқайсысы еркек пен әйелдің сұйықтығының араласуымен бөгет болып, ұрықтанудың жүзеге асуына кедергі келтіреді. Дегенмен бұл тәсілдердің қолданылғанына қарамастан, әйел бойына бала бітіп жатса, онда бұл Аллахтың қалауы. Ақиқатында да Аллахтың қалағаны болады, қаламағаны болмайды. Ерлі-зайыптылар 3 мақсатта жүктіліктен сақтанады. Біріншісі, мүлдем перзентсіз өтуді мақсат тұтқанда, яғни осыны қалаған ерлі-зайыптыларға сақтау тәсілдерін қолдануына болады. Екіншісі, жоспарлы түрде бала көтеруді көздесе. Қазіргі кезде әртүрлі жағдайларға байланысты жанұя жоспарлау орталықтарының араласуымен сақтану тәсілдерін үйреніп, қалаулы сәбиді жақсы жағдайда дүниеге келтіріп, өсіру тәрбиелеу көптеген жанұяда үдеріске айналған. Үшіншісі,
ұрпақты шектеу мақсатында кейбір ерлі-зайыптылар бала санын шектеуді қаласа, Үндістан, Қытай тәрізді халқы көп мемлекеттерде табиғи өсімді тежеу үшін еркектерді еркінен тыс ақтай етеді. Әрине бұл жақсы әдет емес. Мұның себебі төменде баяндалады. Жүктіліктен сақтануға қатысты үкімдер. Шариғаттың осы мәселеге қатысты үкімдерін баяндаудың бұрын негізінде перзентті болу ерлі-зайыптыларға міндеттелген парыз емес екенін айтып өткен жөн. Ендеше перзентті болмай жүргендердің дәрігерге жүгінуі міндетті емес. Ерлі-зайыптылар перзентті болуды қаламаса күнәқар болмайды. Өйткені перзентті болу парыз болғанда Аллах тағала ешкімді бедеу етпес еді. Қасиетті Құранда кімге қаласа, яғни қалаған пендесіне қыздар, кімге қаласа қалағанына ұлдар береді. Немесе ұлдар мен қыздарды жұп-жұмымен береді. Сондай-ақ қалағанын бедеу етеді делінген. Бұл бедеу адаммен тұрмыс құрғаннан айыбы жоқ екенін көрсетеді. Мысалы, Ибрахим мен Закарияның әйелдері бедеу болатын. Аллах тағала Ибрахимге бедеу әйелінен ұлы Исхақты берді, ал Закарияға бедеу әйелінен ұлы Яхияны сыйлаған. Және пенделерін перзентті болуға қызықтырып үндеген. Демек, перзентті болу парыз болмағандықтан жүктіліктен сақтануға болады. Бірақ бұл істің денсаулыққа зияны келмеуі керек. Ал үкімдері мынандай. Әйел адамға жүктіліктен сақтайтын дәрілерді ішуіне рұқсат етілген. Бірақ күйеуінің ризалығымен ішу керек. Риза болмаса ішуге болмайды. Екінші, қынапқа қоятын қалталарды әйелге тек күйеуінің келісімен қолдануына рұқсат етілген. Үшінші, күйеуінің рұқсатымен дәрігерге барып спираль қойдыруына болады. Төртінші, амалсыз жағдайдан өзге кезде күйеуі рұқсат берсе де, әйелге жатырға жалғасқан түтікті байлату харам. Бұл әдіске шарасыздық жағдайында ғана рұқсат етіледі. Мысалы, бірнеше рет ішін жарғызу арқылы босанып, соның салдардан денсаулығы бала табуға жарамсыз болып қалған жағдайда түтікті байлатуға рұқсат етіледі. Егер жүктілік әйел өміріне қауіп төндіретін болса, онда түтікті байлату міндет болып табылады. Ал күйеуі рұқсат берсе де, ешбір себепсіз жатыр жолын байлатып, жоспарлы түрде бедеулікке баруға рұқсат етілмейді. Бесінші, еркектің ұрығын сыртқа ағызуына, күйек кию арқылы сақтануына болады. Алайда әйелі келіспесе, еркектің бұл тәсілді қолдануға хақы жоқ. Себебі Жабир ибн Абдуллах, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, біз Алла елшісінің, Алланың игілігі мен сәлемі болсын, кезінде Құран түсіп тұрған уақытта әйелдерімізден сақтанатын едік деген. Ал сақтану туралы сұралғанда пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оларға тағдырды естеріне салып, Аллахтың қалағаны болатындығын және тағдырға жазылғанды ешкім өзгерте алмайтындығын ескерткен. Демек, Аллах тағаланың тағдырға жазатын міндетті түрде болады. Ешкім тағдырды қайтара алмайды. Әбу Сахид әл-Худри, Аллах оған разы болсын, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, оны істегендерің үшін сендерге ештеңе болмайды. Өйткені пенденің белінде Аллах тағаланың жазып қойған қандай да бір перзенті болса, ол қиямет күнінде дейін шыға береді деген. Әл-Ғазали Илихия атты кітабында мына себептерге байланысты сақтануға болатынын айтқан. Бірінші, әйелді төсектен қалдырмау, көркем келбетін сақтау және босану қиындығынан сақтану мақсатында. Екінші, баланың көптігінен қиналып, ризық табу жолында жаман жолға түсіп кетуден сақтану үшін. Бұл да қайтарылған іс емес. Өйткені дүниеге мұқтаждықтың аз болуы дін ісіне басымырақ көңіл бөлуге көмектеседі. Асылында Аллах тағалаға тәуекел етіп, оның кепілдігіне толық сенген абзал. Аллах тағала жер бетіндегі әр жәндіктің қорегі Аллахқа тән деген. Пенденің Аллах тағаланың өзі ғана ризық беруші екеніне иман келтіріп, берілген перзентін көп көрмегені игі болар еді. Алтыншы, ұрық тамырын байлап қою тәсіліне амалсыз жағдайдан өзге кезде рұқсат етілмеген. Перзент көрім келмейді деген мақсатта бұлай жасауға болмайды. Бұл істі пішумен теңестіреді. Жетінші, еркектің өз-өзіне пішуіне амалсыз жағдайлардан өзге кезде жыныс мүшесін кесіп тастауына рұқсат жоқ. Бұл Аллах тағаланың жаратқанын өзгерту және жанды қинап денсаулыққа зиян келтіру болып табылады. Бірақ сиыр, қой сияқты бордақыға байланған малдың
ет жинауы үшін оларды пішуге болады. Жалпы айтқанда, амалсыз жағдайдан өзге кездерде жүктіліктен сақтану тәсілдерін қолданбай, әрбір амалды өз күйінде қалдырған абзал. 8. Мемлекеттің жүргізіп отырған саясатына орай перзент көруден шектелу яки бедеу болу дұрыс емес. Әрбір ата-ананың перзентті болуына өз хақылары бар. Бұл олардың өздері ғана шешетін істеріне жатады. Жасанды түсік аборт. 1. Баланың бойға бітіп жетілуі. 2. Нәрестеге жан біту мерзімі. 3. Баланы алдыртудың үкімі. Бұл тақырыпты бастамас бұрын адам баласының жаратылу кезеңдері мен жатырдағы балаға қашан жан бітетін туралы сөз қозғамақпыз. 1. Жүктілік және оның жаратылу кезеңдері. Қасиетті Құранда ол сондай: Аллах сендердің бір-ақ кісіден, адам атадан жаратқан және оған тұрақтауы үшін жұбайын, Хауа ананы жаратқан. Ол жұбайына жақындасқанда жұбайы жеңіл түрде жүкті болды. Сонда онымен жүріп ауырлаған кезде Аллахқа: егер бізге игі бала берсең, әрине шүкір етушілерден болар едік деп жалбарынды делінген. Адам баласының жаратылуы кезең-кезеңге созылғанын Құран аяттары мен пайғамбарымыздың Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның хадисінен көруге болады. Аллах тағала расында ол сендерді түрлі жағдайларда жаратты деген. Аллах тағала адам атаны алейхиссалам топырақтан жаратты. Топырақты лайды балшық етті. Сосын шерткенде сыңғырлап тұратын қышқа айналдырды. Содан кейін оған жан беріп, ұзындығы 60 кез, ені 7 кез болатын денесі бар адам кейпіне енгізді. Бұл жаратылыс бірте-бірте қысқарып, бүгінгі күнге дейін өзгеруде. Қасиетті Құранда адам атаның ұрпағы адамзаттың жаратылуы жайында ол сондай: Аллах әр нәрсенің жаратылысын көркемдестірді. Адам баласын жаратуды балшықтан бастады. Сосын оның нәсілін бір жайсыз судың негізінен жаратты. Сосын оны бейнелеп, ішіне өз рухын үрледі. Сондай-ақ сендерге есту, көру және түсіну қабілеттерін берді. Аз шүкір етесіңдер делінген. Мұнда атылған адам баласы адам ата, нәсіл оның балалары. Ішіне өз рухын үрледі дегені Аллах тағала адам атаның денесіне рухын, жанын үрлегені және ана жадырындағы әрбір ұрыққа да осындай жан бергені. Өйткені Аллах тағала барша адамдардың денелерін жаратпай тұрып, алдымен жандарын жаратқан. Аллах тағаланың рухты жанды өзіне қосу себебі жаратылыстағы жанды рухты ерекше ұлықтағандығы. Қасиетті Құранда Мұхаммед: олар сені рух, жан туралы сұрайды. Ол Раббының әміріне сендерге өте аз мәлімет берілді де. Арасында адамды нағыз балшықтан жараттық. Содан кейін оны жадырда тұратын тамшы еттік. Сосын тамшыны ұйыған қан еттік. Ұйыған қанды кесек ет жасап, кесек етті сүйек жасадық та, сүйектерге ет қаптадық. Сонан кейін оны басқа бір жаратылыс етіп жан салдық. Жаратушылардың шебері ұлы Аллах. Одан кейін әрине сендер өлесіңдер. Сосын сендер қиямет күні күдіксіз тірілесіңдер делінген.